Сәлеметсіздер ме екінші сынып білім алушылары. Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зат есім. Сабақ мақсаты: сөйлемнен зат есімдерді тауып, дерек көздерден қажетті мәліметтерді жинауды үйренесіздер. Енді балалар, зат есімді тауып, дәптерімізге жазып алайық. Тәтті, ақылды, қызық, ала. Осы 4 сөзге 4 зат есім тауып, үтір арқылы жазып шығайық. Бүгінгі күнді жазамыз дәптерге, ол үшін 16 ақпан сынып жұмысы. Жаңағы зат есімдерді тауып жазғаннан кейін көркем жазу тапсырмасын орындаймыз. Мұғалім, дәрігер, балықшы сөздерін дәптерге әдемілеп көркем жазып шығамыз. Және үстіне сұрақтарын жазамыз. Мұғалім қандай сұраққа жауап береді? Дәрігер қандай сұраққа жауап береді? Балықшы қандай сұраққа жауап береді? Жоғарғы жағына қарындашпен сұрағын жазып қояйық. Содан кейін 14-ші жаттығуды орындаймыз. 14-ші жаттығуда тыйым сөздерді көшіріп жазамыз. Бірінші тыйым сөз: сол қолмен нанды үзбе. Екінші тыйым сөз: түнде үй сыпырма. Енді осы тыйым сөздердің ішінен зат есімдердің астын сызып, оларға сұрақ қоямыз. Енді балалар, зат есім туралы білген түйгендерімізді еске түсірейік. Ол үшін видеоны қарап шығыңыздар. Ай мектеп. Біздің үйге қонаққа кімдер келеді? Бауыржан ағамыз бен Салтанат тәтеміз келеді. Ал не аламыз? Әртүрлі заттар аламыз. Әртүрлі заттар емес қой бұл. Енді не? Бұл азық түлік. Тағы не аламыз? Керек жарақ заттарды аламыз. Мыналар көкөністер. Дана, мына заттарға қандай сұрақ қойылады? Мынау не? Мыналар нелер? Не, нелер, кім, кімдер деген сұрақтар қойылатын сөздер заттың атын білдіреді. Түсінікті ме? Түсінікті. Онда Бауыржан, Салтанат деген сөздер кім деген сұраққа жауап бере ме? Иә, олар адамның есімдері. Бауыржан ағам дәрігер, ал Салтанат тәтем кім? Салтанат тәтең мұғалім. Мұғалім, дәрігер, аға, тәте сөздері де заттың атын білдіретін сөздер ғой. Иә, адамға қатысты сөздерге кім, кімдер деген сұрақтар қойылады. Кім? Дәрігер. Кім? Салтанат. Кім? Бауыржан. Дұрыс. Ал заттар мен жануарларға қатысты сөздерге не, нелер деген сұрақтар қойылады. Не? Сүт. Не? Үй. Не? Күшік. Дана, тездетейік, қонақтар келеді. Кімдер? Қонақтар. Қайталайық. Заттың атын білдіретін сөздер. Заттың атын білдіретін сөздерге кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтар қойылады. Мысалы, Салтанат, сүт, азық түлік, сәбіз, дәрігер, балалар, жануар. Адамға қатысты сөздерге кім, кімдер деген сұрақтар қойылады. Кім? Бауыржан. Кім? Салтанат. Кім? Дәрігер. Кім? Мұғалім. Заттар мен жануарларға қатысты сөздерге
нелер деген сұрақтар қойылады. Не, сүт, не, үй, не, күшік. 16-шы жаттығу. Мәтінді оқы. Қазір мәтінді оқып шығамыз, одан кейін кім не сұрағына жауап беретін сөздерді топтап жазамыз. Дәптерімізді екіге бөлеміз. Кім бір жағына, екінші жағына не деп сұрақ қоямыз. Сосын осы мәтіндегі зат есімдерді екі топқа жіктейміз. Бесік қасиетті мүлік. Жаңа туған сәбиді бесікке бөлейді. Осы кезде бесік жыры айтылады. Келесі тапсырма. Сөздерге ш жұрнағын жалғап жаз. Сонда қандай сұрақ қойылады? Не, сурет. Шыны қосқанда? Дұрыс айтасыңдар. Кім? Суретші. Не, ән. Ән сөзіне шыны жалғайық. Кім? Әнші. Жарайсыңдар. Не, тігін. Тігін сөзіне шыны жалғаймыз. Дұрыс. Кім? Тігінші. Келесі тапсырма. Ребусты шешіп, әңгіме құрастырып айтасыздар. Ал енді адасқан суреттерді орнына қойып, дәптерімізге жазамыз. Жаңағы 16-шы жаттығуды әрі қарай жалғастырамыз. Кім не деп дәптерді бөлдік қой екіге. Енді осы екі бағанға мынау суреттегі сөздердің атауларын орналастырайық. Бірінші суретте не бейнеленген? Кім бейнеленген? Бірінші суретте ата. Ата сөзіне сұрақ қояйық. Кім? Ата. Жарайсыздар. Келесі суретте не бейнеленген? Алма. Алма сөзіне сұрақ қояйықшы. Не? Алма. Енді осылай қалған 4 сөзді топтап дәптерге жазып алайық. Келесі тапсырма балалар, кестемен жұмыс жасаймыз. Кесте сызамыз 3 бағанға бөліп, бірінші бағанға сөздерді, заттың атын білдіретін сөздер ата, балық, тауық, оқушы, орындық, зат есімдерді жазамыз. Екінші бағанға кім сұрағын қоямыз, үшіншісіне не сұрағын қоямыз. Енді бірінші сөзден бастап сөздерге сұрақ қояйық. Ата сөзі қандай сұраққа жауап береді? Кім? Не? Дұрыс. Кім? Ата. Ата сөзінің қасына кім сұрағының астына қосу белгісін қоямыз. Келесі сөзді дәл осылай талдаймыз. Балық сөзі қандай сұраққа жауап береді? Не? Балық. Демек, балық сөзінің тұсына не сұрағының астына қосу белгісін қоямыз. Осылай кестені толтырып шығамыз. Келесі тапсырма тест орындаймыз. Тесттің сұрағын оқимыз. 1. А және Ә. Қайсысы дұрыс жауап? Екеуінің бір нұсқасын ғана береміз. Бірінші мысалы. Түбір сөзді тап. А. Жаңалық. Ә. Күй. Қайсысы жатады? Күй сөзі түбір сөзге жатады. Демек, 1 дейміз да қасына Ә әріпін белгілейміз. Келесі екінші сұрақтан бастап, 6-шы сұраққа дейін өздеріңіз дұрыс нұсқаларын белгілеп шығыңыздар. Орындаған тапсырмаларыңызды кері байланыс ретінде маған жіберуді ұмытпаңыздар, және үй жұмысын жазып алайық. 15-ші жаттығу 47-ші бет. Бұнда сіздер сурет бойынша әңгіме құрастырып жазып келесіздер. Суретте берілген бесікке салу рәсімі туралы энциклопедиядан немесе үлкендерден, ата-аналарыңыздан сұрап біліп, толық ақпарат жазып келесіздер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.